да ортаға 30 жыл салып келіп жатырмыз Алматыға. Бұл енді фестивальдарға келіп, болып кетіп жүрміз де. Ал енді арнайы іс-сапарменен, гастрольдік сапарменен осы ортаға 30 жыл салып келіп жатырмыз. Уақыттың өзі тез екен ғой, былай қатпай ма? Біз енді осы уақытқа дейін Қазақстанның Үміт облысына аралап десе де болады. Облыстарда болып жүрміз. Алматыға біз бір жүрек сүрінгеннен келмеген ештеңеміз жоқ. Бір реті келмеді, уақытын табылмадық па. Мынау биыл 80 жылдық қарсаңында театрымыздың осы Алматыдан бастағанды жөн көрдік. Оның алдында биыл біз академиялық Махамбет атындағы Қазақ драма театры болғаннан кейін арнайы осы үлкен әкім театрының осы басшыларының арнайы шақыртуымен келіп жүздесіп, осы жалпы жүріс іс-сапардың өзінің өзі үлкен мастер-классқа жататындығын білеміз. Себебі үлкен корифейлермен кездесуі актерлеріміздің. Болашаққа бұл тарих ретінде, болашақ жастарымызға осы үлкен аға буынмен кездесудің өзі үлкен шуаршылық жетістіктерге әкеледі ғой деп ойлаймын. Енді өнер дейтіннің өзі үлкен қолдаумен тұрады ғой. Соңғы кезде, соңғы ішіндегі өнерге қай жанрына қарасақ та, қай саласына қарасақ та, театр болсын, басқа салаларға да үлкен көңіл бөлінуде. Жалпы Қазақстан деңгейінде солай. Енді біздің өңірден осы үлкен облыс басшысы Нұрлан Асқарұлының қолдауымен театрымыз үлкен биіктіктің бірінде жүрміз. Жастармен толысты, үлкен актерлермен толысты, үлкен аға буын бар, орта буын бар, жастар бар. Осы мақсатта бір 80 жылдығымыздың бір үлкен мәдени көрермендермен қол жеткізген еткеннен біздің кезіндегі рухани астанамыз Алматыға келіп қалып жатырмыз. Бұл жерде шынында керек бүткіл әлемді шулатқан үлкен тұлғалар болды. Соның бір үлкен өнерге, қазіргі қазақ өнерінің аңызы, абызы Асанәлі ағамыздың алдынан академиялық театр болғаннан кейін келіп, осы кісілердің солармен теңдес өткен Шабай Сұңғашев дейтін біздің үлкен шалдарымыз бар. Сол кісілердің арманы немесе осы бүгінгі өнер дүбіріне үлкен үлес қосып кеткен үлкендеріміздің арманы сол академиялық атаққа жеткеннен кейін біз негізгі жоспарды Алматыдан бастағанбыз.